ар жақта мешіт бар сияқты. Азан оқылып жатыр. Автобустар. Міне, алдында туристтар кетіп бара жатыр. Туристтар бар екен ғой, мен өзімді ғана туристпін ба деп жүрсем, туристтар бар екен. Күн өте ыстық Бангалорда. Бүгін 28 градус болып тұр. Тек қазірге ғана, сағат қазір 12 болды. Түстен кейін ысиды ғой явно. 35-ке дейін барады. Өте ыстық. Do you have small? Courtney. Okay. How much? 25. 25 rupiah дейді. 1 литр су. Where is my money? Fucking. No, moment. 10 rupees, huh? ये कितना? Okay? ये कितना? This is not Indian. This is not Indian. हाँ परम. Okay, thank you. Жиырма рупия бердім суға. Thank you, brother. Ну, короче, ботанический сад қой. Осы ботанический садқа келдім. Қазір кіріп көретін боламыз, ішінде не бар екен, қандай ботанический сад екенін, барлығын көретін боламыз. Лалбаг Botanical Garden. Hello. How much is ticket one person? On Pongal 50 rupees. 150? No, one ticket 50 rupees. Aha. 50. Okay. Түк түсінбейсің, мына жерде басқаша жазылып тұр, өздері басқаша айтады. 100 рупия бердім, қазір көреміз қанша сдача қайтаратын. Thank you. Sir, Pongal is 200. So, Pongal ಗೆ ಮಕ್ಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೇಲ್ಸಿತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪ. ಆವಾಗಿಂದ 10 ಸತಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Мінекей достар. Hello. Hello, good morning, Shem Kijay. You from? A YouTuber, you Kazakhstan. YouTuber? You YouTuber? Yeah. Your name? Ruslan. Ruslan. Yeah. Okay, your YouTube ID? Just moment, no, but I have the video next YouTuber. Yeah. Okay, thank you. Yeah, bye. Ботанический сад осындай екен. Енді мен бұл жерге келу себебім неде? Керемет бір жаңағындай восхищение алам деп ойламаймын, бірақ жай кішкене басым тынышталсыншы, ойым тынышталсын, отырайын деп келдім. Өйткені қалада жаңа орталықты көрдіңіздер ғой қандай екен? Пип.
общем басым ауырып кетті. Кішкене осы ботанический садқа келіп отырып көрейін дегенім ғой. Таңғалу болатын сияқты достар. Осындай әдемі болып тұр жата. Ойбай, болмай. Жоғарыға көтерілсе болады екен. Қазір жоғарыға көтеріліп сіздерге көрсететін боламын. Не бар, не жоқ. Міне мына жерде бар екен ғой, сушняктар. Фанта, манта, осы жерден алып алу керек еді. Өзімен тасымай. Мына су меніңше достар ашылған сияқты. Ашылып ішіне құйылған сияқты. Бұл не екен, көтеріліп көрейік. Білмеймін. 50 рупия бердім әйтеуір входқа. Бір 250-300 теңгедей шығар. Примерно. Бангалор. Міне, ботаникалық сад. Әдемі екен. Бұның қателеспесем андай зданиясы болу керек. Әдемі бір. Оны да тауып алу керек. Бұл үлкен болмаса болды ғой. Күннің астында жүрген. Осындай сооружение бар екен. Будда ма бірдеңкелер. Жоқ, бұларда не ғой? Шива ғой, Шива. Шива құдайы. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма екен? Мүлдем көріп тұрғаным жоқ. Мынаның территориясының барлығы ботаникалық сад болу керек. Иә, дәл солай. Ары қаратай жүрмей ақ қояйын. Көретін дым да жоқ екен. Қазір қайттан төменге түсіп төмен жақты көрейін. Мынандай жүгері, кукуруза, сушняктар бар екен неше түрлі. Жуис дейді. Бауырсақтар, үндістердің бауырсақтары. Неше түрлі нәрселер, короче, достар. Жаңағы мен көрген локация қаяқта еді, қазір телефоннан қарап көрейінші. Бәлкім табатын шығар. Мына жерге суды қоя тұрайын. Так. Мен негіз не үшін келдім білесіздер ме? Мен мынаны көру үшін келдім ғой. Excuse me, brother. What is this? I think it's a glass bridge, a glass house. Glass house? Yeah. This one only. Yeah. That side. Outside? No, that side. Ah, that side. Okay, thank you, brother. Ары қаратай жүру керек дейді. Туристер де келіп жатыр ғой. Жалғыз мен емес екен турист. Мыналар даже предлагать етпейді ғой. Ой, что там, сушняк ішесің ба? Кел, жаңағы судан ал, алмадан ал, банан же деп.
Коломбода деген жеп қойып еді, басымда ауырды. Алматыдағы ботаникалық садқа кіріп көрмеген мүлдем. Plastic bottle not allowed inside. Сумен кіруге болмайды дейді. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ Как раз өзім суды көтеріп жүргім келмеп еді. Керек емес. Бір кішкентай бірдеңке ала салу керек сияқты. Пепси ма, кола ма. Осындай досекелер. Ботанический сад. Мен енді кішкене басқаша қылып представлять етедім. Бұл ботанический садты, бірақ енді Үндістанның аты Үндістан, достар. Үндістан, Индия есть, Индия, короче. Мына жақта мынандай қытайский бір ғимарат па бірдеңке бар екен. Бұл не екен, кіріп көрейінші. Бұл жерде ештеңке жоқ екен. Міне, әдемі көрініс осы жерде. Жаңа мен айтқан анау ғимарат дәл алдында тұр ғой. सर नंकरल ताहू पैसा कड़ी में How much? 60 rupees 60 रुपया дейді. Мына жақта неше түрлі балмұздақтар бар екен. How are you, sir? Hi. How much the Fanta, maybe cola? 50 rupees Okay, give me, but cold. Coke or Fanta? Huh? Sprite? Sprite. Yeah. 7 Up? No 7 Up. Арбуз. Thumbs up. Okay, give me Fanta. 50. Yes, fresh fruit juice, cold drinks, ice cream. Ice cream, madam. 50 रुपया дейді, 50 रुपया. Football, ice cream, juice, cold drinks. 50 रुपयाсын береміз көкемізге. Yes, sir. 50. 50 रुपяны бердік. 100 rupees. Ice cream, juice. Сушняк алып алдық, енді души бір керемет болды. Енді күнде батып қалды. Әдемі болып тұр. Мынаны қараңыздар. Мынау не? Мен бір жерге отырып алайын. Шаршағансыз. Ботанический сад. Достар, мен басыма тышып кетті. Торғай тышып кетті, бәлкім бай болатын шығармын. Өкінішке орай торғай тышып кетті менің басыма. Қазір енді басымды тазалау керек. Хорошо, что влажный салфетка бар. Хорошо, что влажный салфеткамыз бар, достар. गुग्गू जैसा पत्ते
Именно келіп бір отырып адам сияқты демалайын деп едім. Ол да болмады ғой. Егер де достар Үндістанға келгілеріңіз келіп жатса, қорықпай ештеңеден келе беріңіздер. Тем более қазір Қазақстан азаматтарына бізге Үндістанға виза керек емес. 30 күн бойы безвиз жүре берсек болады. Енді заранее документтер андай разрешение жасап алу керек. На въезд кіруге болады деген, бірақ оның өзі оп-оңай. Короче, виза керек емес. Жүре бересіздер. Міне Үндістан осындай. Осыған дейін де көрген шығарсыздар менің видеомнан. Ештеңке де қауіпті емес. Жаңа мен телефоннан көрсетіп едім ғой. Мынау сол жер екен. Именно мен келетін кезде осындай ремонт болып жатыр екен. Әр кезде осындай ғой. Қай жаққа барма бәрібір ремонт. Бірдеңке болып жатады, то жауып тастайды. Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін 22 ақпан жексенбі. Мен жаңа ғана Бангалордың орталығында орналасқан хостелдан шықтым. Макдональдсқа келіп осындай бір меню заказ бердім. 290 рупияға. Енді қазір осы тамақты жеп алып, одан кейін аэропортқа жол тартамын. Менің рейсім кешкі сағат 8:20-ға. Бірақ ерте бара берген дұрыс, өйткені мына мен хостелдан шықтым ғой, қалада қазір не істейтінімді білмеймін кешке дейін. Тем более отыратын жер жоқ, дала ыстық. Одан да аэропортқа барып отырғаным жөн болар деп шештім. Ал осымен енді мен саяхатым аяқталып жатыр Бангалордағы. Келесі саяхатым Гоада болады достар. Тамашалап, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Ал достар, барлықтарыңызға сәлем. Аэропортқа келдім мінекей. Болды, саяхатым аяқталды осымен. Қазір мені 6 сағат күту керекпін, 6,5 сағат даже. Кешкі 8-ге дейін. Сосын бұйырса Гоаға ұшатын боламыз. Ал мынау Бангалордың аэропорты. Көрдіңіздер ме? Қандай үлкен аэропорт. Өте үлкен әуежай. Неше түрлі зоналар бар, қаптаған. Маған енді қателеспесем екінші терминалға барып, ішіне кіріп, екінші терминалда бір жерде отыру керек болып тұр ғой достар. Не үшін келдім мен аэропортқа ертерек? Өйткені жаңа қалада ыстық, хостелдан шықтым, кешке дейін отыруға болмайды хостелда. Сондықтан аэропортқа келіп,
аэропортта жүргенім дұрыс болады деп шештім. Аэропорт бір жағынан салқын, бір жағынан барлық ресторандар бар, керек нәрселердің барлығы бар деген сияқты да. Осы үшін достар, мен осылай ерте келіп алдым. Ал бұл Бангалордың керемет әуежайы. Starbucks, неше түрлі ресторандар, осындай демалатын орындар барлығы бар. Келесі рейс Гоаға жаңағы guest house броньдап қойдым. Бір бөлмеде өзің жалғыз жатасың. Бір 30.000 теңгедей болды шамамен. Арамболь дейтін шағын ауданда. Осыдан шамамен бір 4 жыл бұрын Арамбольда болғанмын. Сол Арамбольға қайттан баратын болдым ғой. Бір ауыз сөзбен айтқанда. Мына жерде бір жерге отырып алсам бола ма екен? Мінекей. Бұл зона прилетов, оказывается. Бұл Эревал дейтін зона прилетов. Маған қазір департурды тауып алу керек, ұшатын департур дейтін. Бірақ негізі кірмей қойсам да болады, мына жерлердің бір жеріне отырып алғаным дұрыс болады ау. Осы достар. Гоада қызық болады деп ойлаймын, өйткені ол жері ыстық, пляждары бар, неше түрлі. Керемет жерлері бар деген сияқты ғой. Көрдіңіздер ма қандай? Керемет әуежай. Қазір өзіміздің рейсті тексереміз. Біздің рейс даже экранда жоқ қой, көрдіңіздер ма? Сағат 8-де мек, 8:20-да. Калката дейді, Калката, Ченнай, Джайпур, барлығы ішкі рейстар екен. Агра дейді. Аграда Тадж-Махал бар, достар. Осы. Қой, мен бар, бір жаққа барып тамақ ішіп алайын енді, рұқсат болса. Қайда баратын білмеймін әзірге. Қазір енді екінші терминалға бара жатырмын. Жаңа жүрген жер ол бірінші терминал екен. Екінші терминал примерно 500 метр ара қашықтықта орналасқан. Үндістандағы саяхатым осылай басталды, Бангалор қаласынан. Аэропорттар өте үлкен екен. Сосын не тағы да. Қаланың өзі де үлкен екен, андай дамып кеткен да, өте қатты дамыған. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұл әуежай. Жаңағы входтары вообще керемет. Екінші терминалы бар. Бұл екінші терминалдан меніңше тек қана внутренний рейстар болады деп ойлаймын. Ішкі рейстар.